Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге қолда бар заттардан осындай керемет икра жасайтын боламыз. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі менің видеома осындай сәбізіміз, қызылшамыз, қызанағымыз, пиязымыз, бір ащы бұрышымыз бар. Осылар қажет болады бізге. Әр қайсысы 1,5 келіден болады. Жобалап мен өзі өлшеген жоқпын. Жобалап бәрі үйдікі, ауылдікі. Неден басқа, пияздан басқа. Уақыт алмайын деп сіздерге бір көрсетіп жатырмын. Қанша керек екенін жобалап алып жатыр мен. Сіздерге ресей болса өлшеп алуға болады. Осының бәрін жуып тазалап алып барып сіздермен бірге кездесетін боламын. Уақыт өткізбейін. Сосын мен осындай 4 литр банканы жуып шайып алдым. Енді қазір стерилизация жасайтын боламын. Оны өздеріңіз білесіздер. Мен уақыт алмай тазарғаннан кейін барлығын тазартып алып қана сіздерге көрсетейін деп тұрған жайым бар. Мясорубкамызды құрып қойдық. Ауылға келіп ет тартқышымыз мінекей. Ет тартқышқа үйреніп қалған, енді қолдықпен тартатын боламыз. Осы барлығын жуып тазартып алдық. Енді осылардың барлығын ет тартқыштан өткізіңіздер. Болмаса үлкендеу үккіштен өткізуге де болады негізі. Жіңішкелеп жұқалап тұрауға да болады. Мен енді білмеймін, енді осылай үккіштен неден ет тартқыштан өткізгім деп тұр, есіне деп. Кішкене ірілеу болса да жақсы болады негізі. Осылай барлығын тартып алып, сосын барып ары қарай көресіздер. Неке осылай шықты. Қазір пешіміз жанып жатыр. Қазір соның ішінде араластыратын боламыз. Ертерек, кішкене ертерек жақып қойдым менің пешім өзі. Сондай енді. Тіпті бір шоқ жатса, кәдімгі лапылдап жанып кетеді. Бисмилла. Икрамызды бисмилла деп салайық. Тасып кетпейді шығар деп ойлаймын мен. Как раз болайын деп тұр деймін өзі. Дәп тура келді. Енді араластырып жүреміз. Сосын бізде бір қайнағаннан кейін кішкене бір қайнап алсын. Мен сұйық майым қайда екен, және алып келейін бе? Алып келген жоқпын ба? Қазір сұйық майымды алып келейін. Құрметті көрермендер, менде бір 100 грамдай ғана сұйық май бар екен үйде. Астанадан құйып алып келгенім ғой, текке қалып қояды. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді сол 100 грамм сұйық майды құйып жүремін. Осындай колаға кішкентай ғана алып келіп едім. Текке тасып жүремін бе, ана жақ мына жаққа деп. 100 грамм жетіп, маған өзіме сол нормально. Егер сіздер кішкене майлы болсын, нанмен жейміз, ер кісілер жақсы көреді ғой кішкене майлы болғанда десеңіздер, онда 150-200 грамм сұйық май құюға болады. Енді осы икрамыз бір бүлкетіп қайнап алсын, сосын ары қарай көресіздер. Негізі 25 мен қайнатам, 25 минуттай, 30 минуттай қайнағаннан кейін қайнатам. Сосын ары қарай банкаларымыз дайындап, жаңағы мясорубкаларымыз жуып, өйтіп жинастырғанша өз мәресіне жетеді енді. Бір қайнасын, сосын барып қазір көрсетеміз сіздерге ары қарай. Мінекей икрамыз қайнап жатыр. Осылай құрметті көрермендер, толып кетті, бірақ тасыған жоқ әйтеуір. Шәстер. Тасыған жоқ, бірақ жері. Қараңыздар, қайнап жатыр әдейі. Су ештеңе құймайсыздар, құрметті көрермендер. Осы болып қалды деп ойлап тұрмын. 20-25 минут екен, солай болды. Қараған жоқпын уақытты, бірақ 1-2 былғап қойдым арасында. Енді тұрын қараңыздар, қандай керемет. Енді біз осыған қазір асық қасықпен, мен әзірше асық қасықпен толтырмай тұз салам. Сіздер дәмін өздеріңіз көріңіздер, өздеріңізге ұнайтындай қылып жасаңыздар сіздер. Сосын қант қосқыларыңыз келсе болады, 1-2 қасық қант қосуға болады. Бірақ кейде үлкен кісілеріміз ұнатпайды ғой. Қант бар бірдеңе деп. Егер де 9%-лық уксус болса, үлкен қасықпен 1 қасық болады. Мен мынау 70%-лық болғаннан кейін шай қасықпен толтырмай уксус қостым. Ештеңе де болмайды, қорықпаңыздар. Енді осы жақсылап тұрып араластырып, мен ойлап тұрмын, бір ас қасықпен 1 ас қасық толтырмай қант салам ба деп ойлап тұрмын. Кішкене етпейді шығар енді. Сіздер қоспайым десеңіздер, қоспай ақ қойыңыздар. Мен сол шай қасық, ас қасықпен осындай ғана мен қант қосам, азғантай ғана.
кішкене тәтті болса да жаман болмайды негізі. Егер сіздер көріңіздер бақылап, егер де сіздер тәттілеу ұнатсаңыздар, кішкене қосуға болады. Если тәттілеу ұнатпай болса, қызанақтың өзінің тәттісі бар жетеді ғой десеңіздер, қоспай ақ қоюға болады. Енді бетін жауып, мен лавр жапырағын ұмытып кеттім, құрметті көрермендер. Қазір лавр жапырағын алып келейін. Мінекей, ешқандай су құйған жоқпыз. Май кішкене аздау болып қалды ау деп ойлаймын негізі. Бірақ енді былай жаман емес, дәмі де бәрі керемет. Бисмиллахиррахманиррахим. Егер де астына бір-екі жаңағыдай бұрыштар болады ғой, сондай салып жүрем десеңіздер, есімде болса салып жүруге болады. Біз енді анда-мында жүргеннен кейін менде болмай тұр, сондықтан да сала алмай отырмын мен. Сарымсақ, бір-екі сарымсақ аршып салып жүруге болады деп ойлаймын, астына мен ештеңе де болмайды. Осылай мінекей банкалардың барлығына өйстіп салып аламыз. Икрамызды алып қойдық. Енді икрамызға, жаңа икрамызды банкаға салғанша біздің қазір суымыз қайнасын. Мен кольцосымды ашып тастайын бір жолата. Кішкене шашырады жан-жағына. Енді осыған шай суымызды құямыз. Суды құйып, қазір банкаларға бірінші икрамызды салып алайық, сосын ары қарай көресіздер. Әзірше су кішкене ысы берсін. Осылай 5 литр шықты. Қақпақтарын бәрін жуып тазаладым, бірақ сонда да ыстық сумен тағы бір шайып жүрдім. Бесіне деп крышкасын до конца жаппаймыз, соңына шейін. Жай ғана бетіне қоямыз. Енді соңына шейін бұрап тастамаймыз. Енді осы 5 литр ғана шықты, ойлап едім, көп шығар деп тағы банкалар жуып тазартып қойып едім. Өте керемет болды, құрметті көрермендер. Енді бір айтарым сіздерге, бір қасық тағы да тұз салдым да, 2 ас қасық толтырмай қант салдым. Дәмі дегендеріңіз енді супер жынды болды. 5 литрге солай кетеді екен. Сіздер бірақ өздеріңіз бақылаңыздар енді. Ал кастрюльный суда тұр, мінекей, конечно, кастрюльді көрсете ғой. Енді кастрюльдің астына міндетті түрде осындай бір шүлек төсеңіздер. Себебі банкаларыңыз жарылып кетуі мүмкін. Сосын мұздай суға салуға болмайды. Міндетті түрде жылы суға саласыздар. Енді бәрі стерильный болып, бәрі де күшті болса, мүмкін сіздер атылмайды десеңіздер жауап беруге болады. Мен бірақ өзім, менде сондай принцип өзімде осылай повторно тағы да бір 10 минутқа, бір 12 минутқа осылай салып алам негізі. Осылай негізі су аз болып тұр, қазір мен чайникке қайнатып, тағы да үстіне бір чайник құям, ортан белінен келетіндей болсын. Бір 10-15 минут осылай қайнатып аламыз. Не құрметті көрермендер, осылай бүлкілдеп қайнау керек. Қатты тасып та кетпеу керек. Тасса ішіне су кіріп кетуі мүмкін. Осылай бір 10-15 минут қана қайнатып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, 12-13 минуттай уақыт өтті. Осылай қайнап жатыр. Мен біреудің ішін ашып сіздерге көрсетейін, қалай болып жатқанын. Өте керемет. Қараңыздар, дәмі дегендеріңіз өте керемет. Кішкентай ғана қазан түбінде қалған екен, қойырып маған. Соны ғана жедім. Дегустацияны сіздерге көрсетпей кішкентай судан жедім. Өйткені оларды маған мақсат толтыру керек болды бәрін. Өте керемет, маған сенесіздер ғой, мен сіздермен жасап көрсеңіздер айтасыздар. Ал енді банкаларымызды алып жауамыз беттер. Барлығын аузын жауып алдық. Енді бесіне деп осылай бетін астына қаратып аударып қоятын боламыз. Менің икраларым болсын, салаттарым болсын, өмір атылмайды. Мен рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осылай аударып қоямыз да, бетін міндетті түрде орап бір күнге қоя тұрамыз. Сосын болғаннан кейін любой жерде сақтауға болады. Холодильникте болсын, жерде болсын, потому что бұл өмір атылмайды. Міне осылай жасап көріңіздер.